Ассалаумағалейкум. Бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтарымен студияда Мадир Ғалиұлы. Өңірімізде жасыл желекке, егінге зиян келтіретін аса қауіпті организмдермен күресу өзекті мәселе екені анық. Олар егіннің шығуына кері әсерін тигізіп, көптеген шығындарға ұшыратады. Осы орайда Қазақстан Республикасы агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ұлытау облысы бойынша аумақтық инспекция басшысы Сымбат Қалиасқаров облыста атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Брифинг барысында спикер шегіртке және карантиндік зиянкестермен күрес, сондай егістіктерді аса қауіпті зиянды организмдерден қорғау бойынша ағымдағы ахуал туралы хабардар етті. Сымбат Қалиасқаровтың айтуынша, республика аумағында аса қауіпті организмдердің 14 түрі, карантиндік объектілердің 8 түрі таралған. Олардың ішінде шегірткемен күресуге ерекше көңіл бөлінеді. Ал облыстық аумақтық инспекциямыз бойынша жалпы осы біздің Ұлытау облысын алатын болсақ, тек бір карантиндік объект ол жатаған УКЕК-ре тіркелген. Сонымен қатар аса қауіпті зиянкес организм ол үйірлі шегіртке, итальяндық прус дейміз. Және де зиянды организмдер ол саяқ шегірткелер тіркелген. 2022 жылы жалпы 4,5 мың тонна, 233,3 мың дана өсімдік тектес өнімдер және 1,8 мың текше метр ағаш кесінділері мен өнімдері карантиндік бақылаудан өткізілген. Жатаған УКЕК-ренің ошақтарын оқшаулау мақсатында 21 нұсқама беріліп, барлық орындалды. Өсімдіктер карантин саласы бойынша да заң бұзушылықтар анықталды. Атап айтқанда 8 жағдайда заң бұзушылық анықталып, осы әкімшілік кодексінің 400 бабының 1 тармағының 12-16 тармақшаларына сәйкес 8 іс қозғалып, 811.691 мың теңгеге айыппұл салынды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша зиянды аса қауіпті және карантиндік организмдерге қарсы 1,4 миллион гектар аумақта зерттеу жұмыстары жүргізілген. Химиялық өңдеуге 17,8 миллион теңге қаражат жұмсалған. Қазіргі таңда теміржол станциясында фитосанитариялық бақылау бекетін ашу жөнінде тиісті жұмыстар жүргізілуде. Гүлім Маратқызы, Сергей Майкович, Ұлытау телеарнасы. Жаңарқа ауданында Ұлытау облысы әкімінің жас кәсіпкерлерді қолдауға арналған қайтарымсыз грантын иеленген жастарды марапаттау рәсімі өтті. Облыс әкімінің грантына Жаңарқа ауданынан 121 жас қатысып, оның 14-нің жобасы қолдау тапты. Қолдау тапқан кәсіптердің дені дәнекерлеу ісі, темір және ағаш өңдеу цехы, бампер өндірісі, дефектолог логопедиялық орталық секілді жобалар. Жеңімпаздарды аудан әкімі Ержанбек Хожин құттықтап марапаттады. Сонымен қатар Жаңарқа ауданында Ұлытау облысы әкімінің жас кәсіпкерлерді қолдауға және кәсібін дамытуға арналған қайтарымсыз грантының ұйымдастырылуына және жастарды ақпараттандыру жұмыстарына белсене атсалысқаны үшін жастар орталығының директоры Еркегүл Тәттімбетқызы облыс әкімі орынбасарының алғыс хатымен марапатталды. Ал жеңімпаздар ауданды көркейту жолында шағын кәсіптерін бастап еңбек етпек. Гүлім Маратқызы, Дархан Нұркамал, Ұлытау телеарнасы. Жезқазғандағы көктайғақ тұрғындарды әбігерге салды. Салдарынан қала аумағындағы қозғалыс қиындады. Жарақат алғандар саны да артып отыр. Тұрғындар коммуналдық қызметтің жұмысына наразы. Облыста қар жауып, арты жауынға кейін көктайғаққа ұласты. Бірнеше күннен бері жолдағы апатта ауруханаға келушілер саны да күрт көбейген. Мәселен, соңғы 3 күнде облыстық көпбейінді аурухананың қабылдау пунктіне жарақат алып, 130-ға жуық адам жүгінген. Олардың жастары да, алған жарақаттары да әртүрлі. Яғни сол тәуліктің ішінде 12 адам жарақат бөліміне жатқызылды. Яғни оның ішінде бас жарақаты және дене жарақаттарымен. Яғни жілік сүйектерінің сынуларына байланысты және де басқа да жарақаттармен. Қалыпты күндерге қарағанда жарақат саны көбейді. Яғни әсіресе кешегі 2 күнге соңғы жауыннан кейінгі көктайғаққа байланысты жарақат саны ұлғайды. Жолдардың уақытылы тазаланбауы тұрғындардың берекесін қашырды. Құм себу былай тұрсын, қалада қар тазалау жұмыстары да мардымсыз. Мәселен, қала тұрғыны Олеся Кирик көктайғақта тайып жығылып, қолын ауыртып алған. Енді міне дәрігердің қарауына келіп отыр. Я шла на работу. Жұмысқа бара жатыр едім. Сина дүкеніне барар жолда құладым. Көлік жүретін жолмен жүріп келе жатқан. Себебі жаяу жүргіншілер жолмен жүру мүмкін емес. Кейін көлік келе жатқан соң жаяу жүргіншілер жолына ауыстым. Ауысқан бетте тайып жығылдым.
Көшедегі жолдарға ешқандай құм төселмей жатыр. Үйдің алдарын айтпаса да түсінікті шығар. Жедел жәрдемге де толассыз хабарламалар келіп түсіп жатқан көрінеді. Оның 90%-ы мұздан тайып жығылғандар. Таңғы уақыттан бері 3-ші сынық жарақат бөлімшесіне науқас әкеп жатырық. Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты, алдында жаңбыр жауып, тайғақ болуына байланысты көптеген сынық жарақаттар түсіп жатыр. Халықты және өте абай болуларыңызды шақырамын. Көшеде жүргенде, жүріп тұрғанда бір жерлеріңіз жарақаттамас үшін өте абай сақ жүріңіздер. Қорыта айтқанда, тайғақтан тайып жығылмау үшін тұрғындардың өздері сақтық шараларын ұстанған жөн, ал егде жастағы адамдар үйден шықпаған абзал. Гүлмұратқызы, Мейіржан Мырзахмет, Ұлытау телеарнасы. Ұлытау облысының төтенше жағдайлар департаменті облыс бойынша іздестіріліп жатқан адамдар жөнінде ресми ақпарат берді. Өңір аумағында жоғалған 5 адамның бүгінгі таңда 4-еу табылған. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Ұлытау облысының төтенше жағдайлар департаменті облыс бойынша іздестіріліп жатқан адамдар жөнінде ресми ақпарат берді. Өңір аумағында жоғалған 5 адамның бүгінгі таңда 4-еу табылған. Арқаның алтайғысының бір күні боран, бір күні аяз. Ауа райының қолайсыздығы әсіресе жолға шыққан жолаушылар үшін қиын. Төтеншеліктердің тынымсыз тірлігінің нәтижесінде табылған 4-еудің 1-еуі Меруерт Базылханның жұбайы Құнанбай Базылхан. 2 қаңтар күні Жезқазған Қызылорда тас жолы бойында орналасқан Жаргон шаруа қожалығына жолға шыққан Құнанбай Базылханнан 3 күн бойы еш хабар болмағандықтан төтенше жағдайлар басқармасының кезекші бөлімі жедел іздестіру жұмысына кіріскен. Я сразу же обратилась в МЧС. Мен бірден төтенше жағдайлар қызметіне жүгіндім. Төтеншеліктер дереу іске кірісті. Іздестіру жұмыстарын барынша кәсіби тұрғыда өткізді. Жанашырлықтары мен жауапкершіліктері үшін алғыс айтамын. Отбасыларына амандық, өздеріне мықты денсаулық тілеймін. Төтеншеліктердің жұмысы қауырт. Қыс мезгілінде алыс жолға шығарда тұрғындар алдымен ауа райына қарап, өздері және жақындары үшін жауапкершілік танытса дейді. Сақтансаң, сақтайды емес пе? 6 күні шамамен кешке таман Жаргон қыстағына жол жүріп кеткен кісі туралы хабарлама түсті. Қыстағы орналасқан жерде байланыс жоқ. Сол себептен біз келесі күнге дейін өзіміздің қызметкерлермен байланысқа шыға алмадық. Кешке байланыс болған келесі күні күндізге қарай уже байланысқа шықты. Жаргон қыстағының иесі аман есен өз қыстағында екен. Сол хабарды жаңа жолдасына жеткіздік. Былайша айтқанда, құтқару операциялары оң нәтиже берді деп айтуға болады. Қазіргі таңда жалғасып жатқан бір іздестіру құтқару жұмыстары бар. Ол Тоба қыстағы бойынша сол жерде жұмыскері 3 күні жоғалды деген хабарлама түскен. Сол бойынша іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл бойынша Қазавиаспас акционерлік қоғамының тікұшағы жұмылдырылған. Қаңтар айының 2-ші жартысы аязды болатындығын алға тартқан құтқару қызметінің өкілдері қала тұрғындары мен қонақтарын мейлінше үйде болуға және жолға шығарда сақтық шараларын бірінші кезекке қоюға шақырады. Мұқағали Сейітхазы, Мейіржан Мырзахмет, Ұлытау телеарнасы. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.